Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында қызылшадан рулет жасаймыз. Алдымен піскен біздің қызылшамызды 250 грамм қызылшамызды теркадан өткізіп аламыз. 3 жұмыртқаның сары уызын, ақ уызын ажыратып, жұмыртқамыздың сары уызын стекламыздың қызылшамыздың үстіне қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Содан соң тұзымызды, лимонный согымызды, кішкене сұйық майымызды қосып, ұнымызды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың ақ уызын біркелкі болғанша араластырып, үлкен масса болғанша аппақ болып көпіршігенше араластырамыз. Кішкене шым-шым ғана тұз қосып, жақсылап миксерлейміз. Біздің ақ уызымыз өзінің формасын ұстау қажет. Біртіндеп стекламызға қосып отырамыз. Барлығын бірден қосуға болмайды, себебі біздің массамыз басылып қалуы мүмкін. Сол себептен де біртіндеп қосып отырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырып болғаннан соң формамызға пергамент қағазын төсеп 180 градуста пісіріп аламыз. Піскен піспеген міндетті түрде зубочисткамен немесе кез келген ағаш, таза ағашты тығып, спичканы тығып көрсеңіздер болады. Біркелкі етіп жайып болдық. Енді духовкамызда пісіріп аламыз. Творожный сырымызға ұнтақталған, майдалатылған укробымызды қосып, кішкене ғана лимонның соғын тамызып жібереміз. Сливочный сыр бұл жерде 300 грамм, укроп, пучок укроп, қатты үлкен емес, қосып араластырып аламыз. Содан соң начинканың үстінен біздің тұздалған соленый огурцымызды турап аламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Енді бұны тез және оңай алыну үшін астына сулы сүлгімізді азырақ уақытқа қойып қойсаңыздар, сіздерде үстіндегі пергамент қағазы жылдам алынады. Содан соң үстіне жаңағы жасаған начинкамызды біркелкі етіп жағып шығамыз. Жақ болғаннан соң біздің жаңағы тұздалған қиярымызды үстінен сүйіп шығамыз. Бір селедкамызды ортасына қойып, жаймендеп, ақырындап орап шығамыз. Осымен біздің стеклодан жасаған рулетіміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.